Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз баяна деген видео түсіретін боламыз. Сізде оған дейін лайк басып, тіркелуді, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Біз ендеше кеттік, видеоны бастаймыз. Так, қызым, маман жеге бір хат келіпті ғой. Оқымаған бәне қызметшілер. Қазір оқи саларын өзім алып. Как раз міне үйме барғасын оқимын. Қызметші ағай, неге мына хатты оқымапсыз? Ой, енді мен білмекпін ғой. Жарайды, біз кеттік. Қызметші де дұрыс сөйлемейді екен. Қыз сияқты болады екен қызметші де. Мам, мен осы шекілді қойып қойайын. Ой, кілтеппін ғой осы ойыншығымды. Берінші қандай хат екен? Жарайды, ма оқуға сосын маған берерсің. Жуынайын. Жуынып алайын, сосын тамақ ішіп шопингке барамыз. Ура, жарайды, мам. Қазір мен оқып алайын. Біз сәлеметсіз бе? Так, бүгін жазуы бар. Бүгін осы қала орталығында концерт болады. Соған жазуды түсініксіз екен. Мама оқысыншы. Сіздерге 20 000 түсті құттықтаймын. Айттым ғой, менікі күшті деп. Мен бүгін ақшамды аламын, және не істейсің едім? Бүгін ақшамды аламын, қыдырамын. Так, анау мынау аламын. Жарайды. Мен шопингте күшті киім алып алып, солармен қыдырамын. Наны да бір оқи алмай деген соң дұрыс оқып алайыншы. Сәлеметсіздер ме? Бүгін осы қаланың ортасында концерт болады. Ол концертке баратын болдық қой, әйтеуір. Сағат нешеде екен айтқан жоқпын не? Артында жазылып тұр екен. Сағат 20:00. Нормально екен, сағат 8-де ғой. Неге 20:00 деп қоя береді, бір түсініксіз екен.